Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз бүгін Vertex AI платформасымен танысатын боламыз. Бірінші поиске Vertex AI платформасына осы сілтеме арқылы кіреміз. Кіріп, барлығына тіркелеміз. Орысша аударып болады. Ары қарай кіріп тіркелген соң, сіздерде осындай бет ашылады, яғни мына жерге басамыз. Яғни медианы генерировать етеміз. Ол жерде сіздерге суретті жасауға болады, яғни мына жерде жазылып тұр, қай жер не нәрсеге аудару керек екені туралы. Мысалы үшінге текстті суретке айналдыру деген секілді, мына жерде краска для лица өздеріңіз көресіздер, және видео жасау. Яғни видеоны бұл жерде мәтінді видеоға айналдыруға болады. Оны енді бұл жерге қандай мәтін беретінімізді, яғни мысалы үшінге барлығын 8 секундтан береді. Приватный версия болғаннан кейін тігінен немесе көлденеңінен өзіңіз форматты таңдайсыз. Неше результат керек, яғни сіздерге 2 данадан 2 түрлі қылдырып шығарып береді. Немесе 8 секундтық жалпы разрешениесі сол 720 немесе 1080-ге алып барасыздар. Бүкіл жерде басасыздар, және мына жерге промпты жазасыздар. Ол промпты ChatGPT арқылы жазып алуларыңызға болады. 7-8 секундтық промпт, қысқаша сюжет. Мысалы үшінге біздер қазір дене шынықтыру сабағына арналған өзіме керекті видео жасап шығарамын. Яғни осы жерге промпты жаздым. Не жасалу керек, не болу керек, және осы жердегі кейіпкер жүгіріп шығып дейді. Қандай кейіпкер? Егер де сіз кейіпкер жазбасаңыз, ол жасанды интеллект өз жасап береді. Осы жерде жазайсыздар. Ең соңына қарай кейіпкер қандай болу керек? Кейіпкер. Кейіпкер. Қоян. Стиль қандай болу керек? Мультяшный. Енді осы жерде ананы басамыз. Шамалы ғана күтеміз. Міне біздің видеоларымыз дайын болды. Сәлем, бірге жаттығу жасайық. Қозғалыс не денсаулық. Сәлем, бірге жаттығу жасайық. Қозғалыс не денсаулық.